Естелік, балалықтың бұлтсыз аспанның астында жүріп, бұлыңғыр болашақ жайында ойлана бастаған кезіміз еді. Бәріміз де бір-бір арманның жетегінде жүрдік. Қай-қайсымыздың жүзімізге қарасаңыз да тек қана үміт сәулелерімен игілікті көруге болатын. Ол кез біздің мөлдір кезіміз. Біз таза едік. Ырың-жырыңға салынып жаға жыртыспадық. Төбелеспедік десем, ол әрине өтірік болар. Талай-талай жағаластық. Бірақ біздің онымыз сотқарлықтың, қатыгездіктің белгісі емес. Ақылсыз балалықтың жемісі болып саналар. Қыздарымыз да өздерін ересек сезініп, бойларын түзей бастаған. Олармен арамыздағы дипломатиялық қатынаста ақырындап реттеліп қалған. Бұрынғыдай қалай жағдай, деп дөкір амандаспай, асқан биязылықпен қалайсың деп қол беріп сәлемдесуші қалыптастырғанбыз. Бір-бірімізге еліктей жүріп, осы бір әдемі мәдениетті тез-ақ меңгеріп кеттік. Және соның өзін мәртебе санайтынбыз. Ал осылай амандасуға мүмкіндігі жоқ кейбір балалар бізге қызыға қарайтын. Біз оларға мақтанышпен қарайтынбыз. Қалай басталғанын, кім бастағанын білмеймін. Әйтеуір, сол кездерде өз арамызда қыздарға хат жазу дәстүрлі пайда болды. Өзін ересек сезінетін әр баланың өзінің қызы болу керек деп ұқтық. Қыздар да солай ойласа керек. Көңілдерінен шығарлық, көріктісіне көз қарап, соның хатын күтумен жүрдік. Бір қызығы, бәріміздің хатымыз бір-бірінен айнымайтын, тіпті айырмасы да жоқ еді. Оның бірінші себебі, өз сезімімізді жеткізуді әлі меңгермегенбіз. Хат жаза алмайтынбыз. Сондықтан да бәріміздің ой сезімімізді дөп басарлық мағынасы бар бір шумақ өлең бар еді. Ең оңай жолы сол болғандықтан бәріміз соны пайдаланатынбыз. Және сол шумақ біте салысымен, бәленгүл, мен сені сүйем, оң жауабын күтуші бәлен деп жазып қос жүректің суретін салып қоятынбыз. Әрине, қыздың аты қызыл сиямен көркемделіп жазылады. Тағы бір айта кететінім, бәріміздің хатымызды бір-ақ бала жазатын. Біз сәндеп жазып, сурет сала алмаймыз. Ал ол нағыз суретші. Келе-келе ол да өз жауапкершілігін сезініп, түні бойы хат жазып, ертесінде керексінген жандарға үлестіретін. Қалтасында дайын хаттардың 7-8 данасы жүретін. Біз соны пайдаланатынбыз. Барлығы бір-бір қыздан иемдене бастады. Жақсы қыздардың саны азайып бара жатқасын, қызсыз қалу қауіпті төнгесін мен де біреуіне қармақ салғым келді. Ешкімге сездірмей өз ішімде жабық конкурс өткіздім. Оған әрине өзім жақсы көретін жігітті жоқ қыздарды қатыстырдым. Саралай келе, көңіл қазымның әділ шешімі бойынша Айжан деген қызға хат жолдадым. Ол өзі бір еліктің лағындай сүйкімді қыз еді. Бірақ сабағы онша жақсы емес. Әдемі қыздардың сабақты жақсы оқығанын көрген емеспін. Содан болар, оның қалыпты жағдай деп ұқтым. Онысын кемшілік деп санамадым. Махаббатымды білдірген хатты қолынан алғаннан кейін араға азғантай уақыт салып барып келісетіндігін білдірді. Сөйтіп, ол екеуміз қыз бен жігіт ғұмырымыз басталып та кетті. Қатарластарымыз сияқты мен де енді сабақтан қайтқанда жалғыз өзім желпілдемей қызбен бірге баяу басып аяңдайтын болдым. Және үзіліс кезінде біз қыздың қолынан ұстап тұру, жуас мұғалімдердің сабағында оның қасында барып отыру бақытына қол жеткіздім. Сөйтіп, ләззатты ғұмыр кешіп,
жаттық. Өзгелермен тереземді теңестірген Айжаныма саудагер Римадан сағыз сататын қыз шоколадты ловес немесе бомбибом алып бергім келді. Бірақ реті келмеді-ау деймін. Бір күні кешкілік малдарды жайғасып болып қораның төбесіне шығып алып, ғашығымның үй жаққа біздер бір-бірімізге жақын тұратын едік. Қарап жатқам. Бір уақытта оның папасы мен мамасын көріп қалдым. Екеуі де жақсы киініп алыпты. Демек тойға барады. Тойдан жай қайтады. Сау қайтпасы тағы белгілі. Маған бір ой сап ете қалды. Ох, бүгін шанс бар, дедім күбірлеп. Үйге жүгіріп кіріп, самаурындағы қалған жылы суды құйып алып салып, басымды жуып жатқам. Шешем таң қалып, мынаны жын қаққан ба деп қояды. Таң қалатындай да бар. Біз басымызды аптасына бір-ақ рет, онда да жексенбі күндері жуатынбыз. Ал бүгін сәрсенбі. Жын қаққан жоқ. Бүгін ауылда кімнің тойы деп сұрадым. Қағынғыр шешек, онда нең бар? Нұрлан сенің кімің еді, деді. Бүгін Нұрланның тойы. Әскербек Айжанның әкесі бүгін тошна ішеді, деген ойға келдім. Адидасымды киіп, шашымды тарап, әпкемнің иісін себініп алдым. Ол женский ғой деген қарсылығына қарағам жоқ. Не болса да ол болсын, бір иістің шығып тұрғаны жақсы ғой, шіркін. Малдарды өздерің қамай салыңдар. Мен кеш қайтатын шығармын деп ескертіп жолға шықтым. Қараңғы қоюланып ақшам жамырай бастаған-ақ екен. Әр жерден бір иттердің үргені естілді. Көк бақалар да өз симфонияларын аракідік үзінділер шырқап қояды. Жігіт болып қызға шықсам да қорқып әрең келе жатырмын. Үйге қайтайын десем, бір жағынан намыс, екіншіден құштарлығым жібермей алдыға аттай бердім. Міне, Әскербектің ақ сарайдай үйіне де келіп жеттім. Айналам тып-тыныш, үрей, бойымды түрлі сезімдер билеп ала жөнелді. Сүйем сені жаным-ау деген әннің әуенімен сызылта ысқырдым. Бұл біздің достықтың ысқырығы. Әр мемлекеттің әнұраны болатын сияқты. Бізде де әр достықтың өзіндік ысқырығы болатын. Және бұны қыздарымыз да білетін. Айжан да таныды. Бөлмесінің шамын өшіріп, перденің бір бұрышынан қарады. Оған айлы аспанның астындағы менің сұлбам анық көрінді. Есігін ашып, бұл кім, деді. Танып тұр, сонда да сұрайды. Әдеті ғой, мен, дедім. Менің кім? Болат. Не қылды? Жай өзім саған келгем, бері келші, дедім. Ой, қойш, ұялам, деді де есігін жауып алды. Дәл осы сурет менің санамда жарқ ете қалды. Ұнжырғам түсіп үйге қайттым. Соның ызасына басқа бір қызға барсам ба деп едім, ол арам ойымнан артынша айнып қалдым. Біз сол бір күндерде анкета толтырып естелік жаза бастағанбыз. Бір күні Айканың оны еркелетіп осылай дейтін едік. Толтырғанын оқып ренжіп қалдым. Алғашқы махаббатың кім деген сұраққа анам депті. Қазірше деген сұраққа ешкім депті. Мен үшеуінде де ББ оны деп жауап жазатын шығар деп ойлағам. Өйткені өзім ылғи да А деп жүргем. Мен оны сүйем деп жүрсем, ол мені сүймеймін депті ғой. Онда мен де сүймеймін деп ренжіп кеткем. Сөйтіп, балаң сезімімізді ашуымыз өшіре салған. Кейінірек көптеген суреттерге түстік. Альбомдарымызға естелік жазып қалдырдық. Заттай сыйлықтар да сыйластық. Соның қазіргі бірі болса, бірі жоқ. Балаларының өзі бәлендей бағалы емес. Бәрінен де бағалысы
осы Айжанның ой қойшы ұялам деп есікті тарс жауып алған елесі. Сол елес менің жадымда мәңгілікке жатталды. Менің сол кездерден алған естелігім сол ғана. Басқасы түкке тұрғысыз. Міне естелік деген осы.